Ұйғырлар ең ежелгі түркі халықтарының бірі. Ежелгі солтүстік Вэй империясы қалдырған деректе ұйғырлар ғұндардың ұрпағы деп айтқан болатын. Ұйғыр атауының шығуын Рашид ад-Дин өз еңбегінде Оғыз хан өзіне көмекке келген тайпаларды ұйғыр деп атап солай қалыптасып кетті деп түсіндірген. Осыған ұқсас деректі Әбілғазы Баһадүр де айтқан болатын. Мен ютубта шығара алмайтын видеоларды телеграмда салатын боламын. Қаласаңыздар, мен төменде қалдырған сілтемеге өтіп, телеграм каналыма жазыла аласыздар. Қытайлардың ықпалы күшейіп, Шығыс Ғұн империясы ыдырағанда, қазақ тайпалары батысқа көшіп, ұйғырлар шығыста қалып, ұйғыр мен қазақ екі ұлт болып бөлініп кеткен болатын. Ұйғырлар 323 жылы өз алдына жеке хандық құрып алды. Батысқа көшкен қазақ тайпалары 6 ғасырда Алтай тауларында қайта күшейіп, басқа да көшпенді халықтарды бағындырды. Кейіннен шығысқа жорыққа аттану барысында 603 жылы ұйғыр хандығын талқандап басып алды. Жалпы ұйғырлар бастапқыда көшпенді болатын. Кейінгі кезеңдерде ғана отырықшылыққа көшті. Сол себепті олардың ғұн немесе түркілерден айырмашылығы болмады. 606 жылы түркілер ұйғырларға қарсы басқыншылығын жалғастырып, олардың жүздеген басшыларын өлтіріп кетті. Түркілерден қашқан ұйғырлар қазіргі Бурятияға келді. Ұйғырлар енді тынышталдық па дегенде қазақ тайпаларынан құралған түркілер 628 жылы тағы да қуып жетіп, 100 000 әскермен басып кірді. Түркілерден әбден озбырлық көрген ұйғырлар 629 жылы Қытайға сыйлық жіберіп, түркілерге қарсы одақтасуға талпынды. Жапу хан бастаған түркілер тағы шапқыншылық ұйымдастырып, ұйғырлардың Бейтин деген жерін тартып алса да, ұйғырлар 50 000 әскер шығарып, бар күшін салып кері қайтарып басқыншыларды ығыстырды. Сондай-ақ біріккен ұйғыр Қытай әскері басқыншы түркілердің екінші толқынында сәтті тойтара білді. Түркілерге қарсы көмектескені үшін қытайлар да ұйғырларды толықтай пайдаланды. Әсіресе Қытай патшасына қарсы бүлік болса, ұйғыр әскері бүлікшілерді аяусыз жаншып тастап отырды және кәрістерге қарсы соғыстырылды. 755 жылы Раушан хан деген түркі жауынгері бас көтеріп, Таң империясында алапат бүлік шығарды. Нәтижесінде 36 миллион адам өлген болатын. Қытайлар Раушанды Ан-Лушан деп атаған. Таң патшасы ұйғырлардан көмек сұрағанда ұйғырлар келісіп көмекке әскер жіберді. Ұйғырлар Таң империясына бірқатар қалаларын қайтарып берсе де, артынша өздері де қаланы тонап, 10 000 адамды өлтіріп кетті. Таң империясы көптеген алым төлеген соң ғана ұйғырлар еліне қайтты. Содан кейін қытайлар арасында ұйғырлар нашар адамдар екен деген пікір қалыптасты. Ұйғырлар сонымен қатар тибеттіктермен өте көп рет соғыс қимылдарын жүргізді. Соғдылармен, яғни қазіргі өзбектердің аталарымен жақсы қарым-қатынаста болды. 9 ғасырдың ортасына қарай ұйғырларға көптеген апат келді. Жұқпалы ауру шығып, артынша қыста суық болып малдары қырылып қалды. Оның үстіне биліктегілер таққа таласып, бір-бірін аяусыз өлтіріп жатты. Бұның бәрі мемлекеттің берекесін қашырып әлсіретті. Сол кезде кейбір ұйғыр басшылары Енесей қырғыздарына қашып, олардан көмек сұрады. Ұйғырлардың әлсіз жағдайда екенін естіген қырғыздар дереу 80 000 әскермен басып кіріп, ұйғырлардың астанасы Орда-Балықтың Тасталханын шығарып, хандарының басын шауып алды. Қырғыздарға наймандар да қосылып, олар көптеген қалаларды жермен жексен етіп тонады. Қашқан ұйғырлар Таң империясына ығысты. Бірақ ұйғырлардың тыныш халық емес екенін білетін қытайлар оларды жақындатпау үшін қарсы соғысып, 843 жылы 10 000 ұйғырды өлтірді. Қырғыздар мен ұйғырлардың соғысы 20 жылға созылды. Ұйғырлар тибеттіктерді талқандап, олардың бірқатар жерлерін тартып алып, жаңа мекен тапты. Қырғыздар қуып келгенде, қарлұқтар қолдау көрсетуіне байланысты қырғыздар қууын тоқтатты. Ұйғырлар Шығыс Түркістанға келіп, ол жақтағы жергілікті халықтармен араласып, ендігі жерден бастап отырықшы өмірге ауыса бастады. 10 ғасырдан бастап ұйғырлар ислам дінін қабылдай бастады. Ислам дінін қабылдау ұйғырлар арасында бірнеше ғасырға жалғасты. Махмуд әл-Қашқари өз еңбегінде мұсылман түркілер көрші жатқан буддист ұйғырларды қатты жеп көргендігін айтқан. Мұсылман түркілер олардың арасында қарахандарда буддист болған ұйғырларды аямай қырғынға ұшыратты. Олар кәпірлерді қыру керек деген ұстаныммен олардың Будда храмдарын қиратты. Ең ауыр соғыстардың бірі Ертіс бойында болып Қарахан әскері буддист ұйғырларға сұмдық соққы беріп жеңіліске ұшыратты. Қарахандар көптеген буддист ұйғырларды өлтіріп тазартты. 13 ғасырдың басында ұйғырлар Шыңғыс хан билігін мойындап, кейіннен Шағатай ұлысында қалды.
ұйғырлар Шыңғыс империясында маңызды қызметтерде іс-қағаздарды жүргізумен айналысты. 1514 жылы сұлтан Сайд хан тәуелсіздік жариялап, Жаркент хандығының негізін салды. Сол кезден бастап ұйғырлар тәуелсіз саясат жүргізуге көшті. Жаркент хандығы қырғыздармен көптеген соғыстар жүргізді. Қырғыздар қазақтарды көмекке шақырып, біріккен қазақ-қырғыз әскерлері ұйғырларды жеңіліске ұшыратып, қазақтар шығыс Түркістанның батыс бөлігін басып алды. Жаркент хандығы көптеген күш-жігерін қазақтардың шапқыншылығынан қорғануға арнады. Қырғыздар да қазақтармен қосылып алып, бірлескен шабуылдарға үнемі шығып тұрды. Ұйғырлар шайбаниттерден көмек сұрап, біріккен ұйғыр-өзбек әскері 1537 жылы қазақтарға жойқын соққы берді. Бірақ бұл қазақтарды одан әрі ашуландырып, олар шапқыншылықтарын еш тоқтатпады. Жаркент хандығының батыс шекарасы қазақтардың шапқыншылығынан көз ашпады. Ұйғырлар бар күшін салып, Ыстықкөл маңында қазақтарды жеңіліске ұшыратты. Қазақтар мен қырғыздар тағы әскер жинап келіп, Іле өлкесін басып алды. Негізі қазақтардың ұйғырларда жұмысы жоқ етін, бірақ қырғыздар көмекке шақыра беруіне байланысты қазақтар көмектесіп отырды. Кейіннен ұйғырлар өзбектермен араздасып, 1591 жылы Бұхар-Жаркент соғысы орын алды. 1594 жылы өзбектер басып кіріп, бірқатар ұйғыр қоныстарын тонап кетті. Одан кейінгі кезеңдерде ұйғырлар қалмақтармен соғысты. Бастапқыда ұйғырлар қалмақтардың шапқыншылығын сәтті қайтарса да, кейіннен таққа талас туындап, әлсіреуіне байланысты жеңіліске ұшырады. Қалмақтардан жеңілудің басты себептерінің бірі, хандық билікке таласқан ұйғырлардың бір бөлігі қалмақтардан көмек сұрап, олар бірлесіп басқа ұйғырларды шабуында еді. Соның нәтижесінде Жоңғар хандығы ұйғырларды басып алды. 18 ғасырда қазақтар қалмақ қырылған соғысында жоңғарларды жеңіліске ұшыратып, артынша Жоңғар ханды құлап тынса да, шүршіттер келіп ұйғырларды басып алды. Ұйғырлар Цин империясының билігін өте ауыр қабылдап, көптеген ұлт-азаттық соғыстар жүргізді. 20 ғасырда шүршіттердің билігі құлап, олардың жеріне қытайлар ие болып қалды. Осыны пайдаланған шығыс Түркістандағы Оспан батыр бастаған қазақтар және ұйғырлар Қытайға қарсы бірлескен соғыс қимылдарын жүргізіп, тәуелсіздік алған болатын. Қытайлар оларға күші жетпесте еді. Себебі, екінші дүниежүзілік соғыста жапондардың езгісінде көптеген қытайлар қырылып, мемлекет құрдымға кеткен болатын. Бірақ Кеңес одағы тәуелсіз түркілерге жол бермеу керек деп шешім қабылдап, авиациямен атқылап жойқын соққылар жасап, Қытайда әскер жіберіп, біріккен орыс-қытай әскері шығыс Түркістандағы қазақтар мен ұйғырларды құлатты. Егер Кеңес одағы араласпағанда, ұйғырлар да Моңғолия секілді тәуелсіздік алғандардың қатарынан болар еді. Қорытындылап айтқанда, ұйғырлар мен қазақтар Шығыс Ғұн империясының кезінде бір халық болатын. Кейіннен екеуі екі жаққа кетіп, ұйғырлар отырықшы, қазақтар көшпенді болып қалды. Қазір көптеген адам ұйғырларды сендер кезінде бізді сатып, қытайларды қолдап, Шығыс түркі хандығына қарсы соғыстыңдар деп айыптап жатады. Ол орынсыз айып, себебі түркілер ұйғырларға қарсы көптеген шапқыншылықтар ұйымдастырып, жерлерін тартып алып қуып шыққан болатын. Олар мәжбүрлі түрде Таң империясымен одақтасты. Әрине, олар сол кездегі өз мүдделеріне сай әрекет жасады. Олар болашақта сол қытайлар геноцид жасайтындығын білген жоқ қой. Сол секілді қазақтарда Алтын Орда кезінде кейіннен орыстар күшейіп, қазақты репрессияға ұшырататындығын білген жоқ. Егер білсе, орысты тегіс қырып салар еді. Болашақта тек Алла біледі, сондықтан қазіргі жағдаймен салыстырып 1000 жыл бұрынғы адамдарды айыптай алмаймыз. Достар, егер сіздер ютубтан біз сияқты табыс табуды үйренгілеріңіз келсе, мен соған арнайы курс жасап шығардым. Сіздер ешнәрсеге бас ауыртпай, мен көрсеткенді қайталап, санаулы уақыттарда жетістікке жете аласыздар. Толығырақ білу үшін шығып тұрған сілтемені басыңыздар.